ағымдағы жылдың 11 ай бойынша отын энергетика саласы оң динамикасы көрсетіп отыр. Жыл басынан бері 82,4 миллион тонна мұнай және конденсат өндірілді. Яғни 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,9%-ға жоғары және 11 айдың жоспарынан 3,8% өсуі байқалды. Оның ішінде 3 ірі жоба бойынша мұнай өндіру көлемі 49 миллион тонна құрады, Қашағанда 12, Теңізде 25,9, Қарашығанақта 11,1 миллион тонна мұнай өндірілді. Мұнай экспортының көлемі 66 миллион тоннаға жетті. Былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырсақ, көрсеткіш 3,8%-ға артқан. Ал мұнай өңдеу көлемі шамамен 15 миллион тонна құрады. 2007 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 8,6%-ға жоғары болып отыр. Жыл басынан бері 10,6 миллион тонна көлемінде мұнай өңделді. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 9,3%-ға жоғары болып отыр.